Ал қайырлы күн, қалайсыздар? Сіздерге бір қызықты айтайын. Бүгін дейтін ақпан, яғни 3-ші айдың бүгін 4-ті. Міне қараңыздар, біздің үйде осындай терезенің алдында осылай шыбындар жатыр. Бұл шыбындардың жатқанына, то есть бұндай шыбындарды жинап жүргенімізге біздердің дейтін 3 ай болды. Ноябрьден бастап осылай терезенің алдынан шыбын жинап жатырмыз. Мынаның бәрі тірі шыбындар, кәдімгі жыбырлап жатқан. Міне байқасаңыздар. Міне кәдімгідей жыбырлап жатыр. Міне осылай. Қазір мына жерде тағы бір терезенің алдын көрсетейін. Міне неше түрлі мынандай жәндіктер терезенің алдында. Мынандай божий коровка да бар ішінде. Міне жыбырлап жатырған. Міне ақпан айында нағыз қыстың қақ ортасы. Осылай ноябрьден бері осылай терезенің алдына шыбын жинап жүрміз. Мына шыбындарды жинап аламыз. Жинап алып мусорға лақтырамыз. Кішкене дейін қайтып келсе, қайтып осылай шыбын. Міне кәдімгідей ұшып жүр шыбындар міне терезенің алдында. Мынаны байқасаңыздар міне. Масқара енді. Міне божий коровка да тұр міне. Міне неше түрлі міне көрсеңіздер, мынау қандай жәндік. Бұл ненің белгісі деймін да. Қыстың қақ ортасында осындай жәндіктер үйде терезенің алдында бізде жүр. Міне қараңыздар, кәдімгі жыбырлап жатқан шыбын. Мынау міне карабушка, бабушка деп па бірдеңе деп айтатын едік осыны бала кезімізде. Ал мен түсінбедім, ал бұл ненің белгісі білсеңіздер айта кетіңіздер. Қазір ол ма, қазір мына жақта тағы да ортада холда терезенің алдын көрсетейін сіздерге. Міне мына терезенің алдында да шыбын. Міне қараңыздар, мынау кәдімгідей жыбырлап кетіп жатыр. Сыртта міне көріп тұрсаңыздар, кәдімгідей қар бар далада. Күн суық, кәдімгі февральдың 4-ті. Міне осындай біздің үйде. Бұл ненің белгісі, мен түсінбедім. Тастай кәдімгідей 3 ай болды, ноябрьден бері осылай шыбын жинап жүрміз. Кімде осындай жағдай кездесті?